Қайырлы күн, тіпті қайырлы түн, құрметті көрермендер. Біздің 45 минут мектепшілік подкастының алғашқы көрермендері. Егер YouTube желісінен осы видеоны көріп отырған болсаңыз, тоқтатпай, өшірмей толық көруіңізді сұраймыз. Себебі қазір уақыт 22:15 түнгі. Сағат 8-де бастағанбыз. Енді түсіріп бастап жатырмыз. Алғашқы номеріміз болғандықтан еңбегімізді бағалап толық көруіңізді сұраймыз. Енді бүгін біздің ең алғашқы қонағымыз бұл мектепшілік подкаст болғандықтан, мектептің ішінде түсіріліп жатқандықтан, үздік педагог бағдарламасымен сонау Ақтөбе қаласынан осы Қонаев қаласына келіп отырған Мейрамгүл Бердібайқызы. Мейрамгүл Бердібайқызы, бүгінгі біздің алғашқы сұхбатымызға қош келдіңіз. Енді жаңа айттым ғой, Ақтөбе қаласынан келген деп, сол өзіңіз туралы енді осы көрерменге, көпшілікке қысқаша таныстырып өтсеңіз. Рахмет, қош көрдік. Мына 45 минут деген құндылыққа толы жаңа бастамаңызға сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта аудиторияңыз кеңейіп, осы төріңізден керемет аузы дуалы тұлғалар сізбен сұхбаттас болсын деп тілеймін. Өзіңіз айтып өткендей, екі Есет Батыр және Шығыстың қос шынары Әлия Молдағұлова, айта берсе өте көп, сондай киелі Ақтөбе мекенінен соңғы еңбек өтілім Қонаев атындағы жалпы білім беретін орта мектепте соңғы қызметім 6 жыл бойы директордың тәрбие жөніндегі орынбасары болып қызмет атқарып, осы үздік педагог бағдарламасына қатысып, Қонаев қаласына келіп қалған жайым бар. Қазақ ырымшыл халық, сол себепті Қонаев мектебінен Қонаев қаласына келуді өзім бір символикалық, бір ерекше деп ырымдап, жақсылыққа осылай сіздердің орталарыңызға, жаңа ортаға келген жайым бар. Өте жақсы. Айтып өттік қой, үздік педагог бағдарламасы деп, сол бағдарламаға қатысу үшін кез келген мұғалім қатыса алады ма? Қандай критерийлері бар, сол туралы айтып өтсеңіз. Биыл мемлекет басшысы білім тапшылығы бар 4 облысқа үздік педагогтар тарту арнаулы бағдарламасын шығарған болатын. Ол қандай облыстар? Алматы облысы, Түркістан облысы, Маңғыстау облысы, Атырау облысы. Осы 4 облысқа Қазақстанның барлық өңірлеріне қатыса алады. Бірақ оның талаптары бар. Біріншісі жаңа өз пәнінен тест тапсыру, екіншісі эссе, үшіншісі осы жаңа білім және ғылым министрлігінің жанындағы департамент комитеттің басшылығымен жаңа тікелей сұхбаттасу. Осының ретінде келіп осы тапсыруға да болатын, бірақ әрбір өңірлерде жаңа Назарбаев зияткерлік мектебінің базасында қабылдады. Және сол әрбір тур сайын маған ұнағаны өте бір бағалау жүйесі басқаша болды. Осының негізінде Ақтөбе екінші потокпен қатысып, Ақтөбе қаласында сол кезде бір 40-қа жоқ мұғалім қатысса, соның арасында 2 мұғалім осы үздік педагог болып бағдарламадан жолдама алған болатын. Енді мысалы үздік педагог бағдарламасы шықты, биыл 2022 жылы сол туралы заң қабылданды, жаңалықтардан айтылды. Сол кезде бірден шешім қабылданды. Мен осыған қатысам, қай жерге жіберсе де барамын деп, жоқ, жай бақ сынап көріп өтіп кеткеннен кейін келдіңіз бе? Сұрағыңыз өте керемет. Негізі мен бір алдын ала дайындалып, мақсат қойып келген ондай жайым жоқ. Бірақ Алматы қаласы, бір Алатаудың бөктері мен үшін өте ыстық. Өзімнің студенттік шағым өткен жер. Сол себепті мен жаңағы бақ сынап көрейін деп қатысқанмын. Бірақ шығып тұрғаннан кейін басында бірден келіскен жоқпын. Басқа аудандар, жаңа Талғар ауданы, Кеген ауданы, Жамбыл аудандар шақырған кезінде басында жаңа бас тартқанмын. Артынан ойлана келе, мүмкін осы бір өмірдің беріліп тұрған жақсы мүмкіндігі шығар. Мен де басқа ортаны, басқа елді мекенді көріп, тәжірибе алмасып көрейін. Әлде менің кәсіби біліктілігімді өсіру керек шығармын деп, үлкен қала, үлкен мүмкіндіктер деп, осы Алматы облысын таңдаған жайым бар. Таңдау еркін сіздерге береді, мына облысқа барасын демейді. Таңдау еркі өздеріңізде, мысалы Түркістанды таңдайсыз, Алматы облысын таңдайсыз. Өзі еркінде, және енді керемет мүмкіндік. Енді бірақ бірінші жыл болғасын, әрине әлде алдағы уақытта шешілетін жағдай бар. Бірақ бұл жерде педагог мәртебесі деп барлығының қызыққаны, бұл 150% үстемақы мен жалақысын көтеріп беру. 150% үстемақы жалақыға қосылады деп айтып қалдыңыз. Сонда сол жалақыға қызық келдіңіз ба негізі? Барын
барлық адамның ойында жүрген сұрақ, осы мектептегі біраз адамның да ойында жүрген шығар. Мүлдем қызықпадым деп айтпаймын, бірақ ол мен үшін негізгі емес, қосалқы екінші деп айтсам болады. Біріншісі, мен өзімді жаңа ортада мүмкіндіктерімді сынап, кәсіби біліктілігімді жетілдіргім келді. Екіншісі, әрине, ол тұрмысты түзейтін ол ақша. Сол себепті айлығына да екінші себеп жалақысына қызықтым. Бұл бағдарламаның мақсаты негізі үздік педагогты тартып, осындай мұғалім тапшылығы бар өңірлерде кәсіби біліктілікті жетілдіруге ары қарай ынталандырады деп сіздерді жіберіп отыр ғой. Сіз айтып отырсыз, мен өзімнің кәсіби біліктілігімді жетілдіремін деп уақыт жоғалтамын. Мен өзімді толдым үздік педагогпын деп мен әлі де санамаймын. Мен үшін өмір ол әлі де іздену, оқу тоқудан тұрады. Сол себепті үздік педагог осы конкурстың бағдарламасы аясында менен сұрады комиссия жаңағы алқасы, қай бағытта тәжірибеңізбен бөлісесіз деп. Сол кезде айтқанмын, мен негізі Ақтөбе облысында 4000-ға жуық баласы бар, 3 ауысымда оқитын бір үлкен мектептің 6 жыл бойы директордың тәрбиешісінде орынбасар болдым. Жалпы сол жағынан тәжірибе бөлісе аламын деп. Ал кәдімгі пән мұғалімі ретінде, педагог ретінде менің әлі ізденерім көп. Өйткені мен білем, қазақ тілі мен әдебиет деген пән, сабақ, оның керемет менен де асқан педагог, шебер мұғалім, майталмандар бар. Сол себепті осы жерде бұл үздік педагог деп бағдарлама болғасын, келген кезде мен негізі жаңағы педагог болып қабылдандым. Сол себепті бұл тұста мен әлде осы үздік педагог бағдарламасы аясында біздерді әлде оқытып, жалпы бұл бағдарлама мақсаты мұғалім имиджін қалыптастыру және мектеп имиджін, үздік мектептің жаңағы макетін, форматын жасау. Алдағы уақытта біздер 5 жыл бойы осы бағытта ол бір мұғалім келіп, бір мектепті көтере алмайды. Мен сияқты осындай үздік педагог бағдарламасы арқылы келген, кемі 3 бағдарламада жазылған, кемі 3 немесе 6 адам бірігіп, осы бағытта жұмыстанып, біздерді осы үнемі қадағалауда ұстайды, сол бір нәтижесін көрсетіп отырамыз деп, мен алдағы уақытта да осы бір жобаның жұмысы басталып, нәтижесі беріледі дегенге сенемін. Енді сіздің бұл қалаға келгеніңізге, жұмысыңызды бастап кеткеніңізге 3 айға жуық уақыт болды. Енді келген кезде бір белгілі жоспар болған шығар, мен андай мәселелерді атқарам, осы бағытта жұмыс істеймін деген, сол мақсатыңызға жетіп жатырсыз ба? Енді 2 айдың ішінде мен мақсатыма жеттім дей алмаймын. Әлі де зерделеу үстіндемін. Алматының бір қызығатын жерім, мен келген уақыт, енді бұрынғы Қапшағай қаласы болса, қазір Алматы облысының орталығы болып жатқандықтан, қазір қоныстанып келушілер өте көп. Сол себепті бір жақсы жері, жан жақтан мен сияқты келген адамдар өте көп. Жаңағы бір характерлі, бір типті деп Алматыны айта алмаймыз. Үнемі қозғалыс үстінде, контингент бәрі өзгеріп тұрады. Сол сияқты маған бейімделу бәрі өте оңайға түсіп жатыр. Енді алдағы уақытта мен де өз мүмкіндігімді көрсетемін деп ойлаймын. Енді келгендегі мақсатым да осы болатын. Уақыт алды. Енді жаңа сіздің қанша жалақыңыздан кейінгі елді қызықтыратын бір сұрақ, ол сіздің Ақтөбедегі әріптестеріңізді қызықтырып жатса керек. Жалпы Ақтөбе қаласы мен осы батыс пен оңтүстік қой енді, Қонаев қаласының білім саласы, адамдарын, жалпы екі жақтың да көңілін қалдырмайтындай бір салыстырып бере аласыз ба? Енді батысты енді көбінесе айтады ғой, тік мінезді бір беткей деп. Ал оңтүстік өзінің табиғаты қандай жылы болса, халқы да сондай бір жылы шырайлы мен үшін. Енді осы орайда ол басқа адамға байланысты емес, адамның өзіне байланысты. Абай атамыз айтады ғой, кез келген ортаға біліміңмен емес, мінезіңмен сыясың дейді. Сол себепті мен үшін жаңағы батыс өлкесі бұрынғы жағым келген төркінім дейді ғой, қандай жаңа жақсы ыстық болса, қазіргі келген ортам, қабылдаған жерім, жаңа ортам мен үшін жаңашылдық, мен үшін бәрі жылы қабылдады. Өте қуаныштымын. Мен бірден үйреніп кетем, бейімделіп кетем деп ойламадым. Бұрыннан білетін адамдар сияқты араласып жүрмін. Осы ретте
ойлаймын өзіме байланысты болған шығар деп. Сіз бірінші дәрежелі директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасарысыз, иә? Тәрбие жұмысында, тәрбие бағытында осы соңғы 1-2 жыл көлемінде болды. Оқуға құштар мектеп деген жоба іске асып жатыр. Ол кітапханамен, жалпы енді мектепшілік үлкен жоба десе болады. Сол жобаның аясында мысалы басқа балаларға, айналаңызға үлгі болу үшін жалпы өзіңіз жылына неше кітап оқисыз, қандай кітаптар оқисыз деген сияқты. Кітап оқитын көрерменге жаңағы сол жобаны іске асыру мақсатында қандай не нәрселер ұсынатын едіңіз жалпы? Иә, енді өзім қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі болғандықтан, енді кітап оқу бізге алыс дүние емес. Енді жылына бір мақтанып айтпай ақ қояйын, бірақ бір 20-ға жуық кітап оқимын. Бірақ осы ретте шамалы классикалық әдебиеттерден қол үзіп қалдым. Сол менеджмент туралы оқып кеттім. Сол бала тәрбиесі жағында жүргесін психологияны оқып кеттім. Осы жағынан оқып, соңғы кезде осы педагогика психологияға қатыстыны көп оқып жүрдім. Психология туралы ол қазір көп қой, психология туралы, менеджмент туралы кітаптар өте көп таралып кетті. Сол жалпы беретін бір нәрсесі бар деп ойлайсыз ба? Бізде сол нәрселерді оқып, сол психология, менеджмент деген сияқты кітаптарды, маркетинг туралы оқып балалар біздің қазақ әдебиетінен жалпы классикадан қол үзіп қалып оқымай жатқан солардың кесірінен. Өте орынды сұрақ, бірақ мен басқаларға кеңес берер кезде бірінші өзіміздің классикалық ақын жазушыларымыздың шығармаларын оқуды кеңес беремін. Жаңа айттым ғой, мен өзіміз қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі болғандықтан біз оқып кеттік ол шығармаларды көбісін. Әлі де оқитынымыз алда. Бірақ өзімнің қай тұстан менде ақсап жатыр, осы қызмет барысында мен сол жағын оқыдым деп айтып жатырмын. Менеджмент, басқарушылық, одан педагогика, психология деген сияқты. Бірақ ең бірінші бала бойындағы ізгі қасиеттерді ол насихаттайтын, ата-ана мен бала арасындағы махаббатты, сүйіспеншілікті ашатын, ол әрине қарапайым ғана ертегіден бастап, батырлар жырымен жалғасып, ары қарай біздің классикалық әдебиеттеріміз, менің атым Қожа, Жусанның иісі, осы шығармаларды, Абайдың қара сөздерін үнемі оқып тұрса да мен кеңес беремін. Осы орайда мен осы жаңа айтып кеттім ғой, тәрбие саласында жүрген кезінде тәжірибемде болған дүниені айтайын. Ең үздік ата-аналар комитеті деген бізде жарыс болды. Сол кезде балаға ұстаз да, ата-ана да ол сөзімен де, ісімен де сәйкес келу керек тұлғалар. Балаға ата-ана да, ұстаз да кітап оқы дегеннен олар оқымайды. Осы ретте бізде жаңағы оқуға құштар мектеп, оқуға құштар отбасы деп алып, осы жаңа шараның аясында үйде сөреде тұрған кітапты емес, бір кітапты баласы екеуі барып дүкенге алып, оның чегін көрсетіп, сатып алу керек. Осын бірге оқып, оның жаңа мазмұны жөнінде монтаждап, жаңа 5 минуттық ютубқа біз видео контенттер салдырттық. Бұл жерде ата-аналар қазіргі жақсы жері, орыстар айтады ғой, здоровая конкуренция дейді ғой, сау жаңағы бәсекелестік. Соны байқадым. 134 класс комплект болса өткен оқу жылында. Осының арасында осы жаңа марафонға қатысқан бізде 80-ге жуық ата-аналар жаңағы комитеті әрбір класстан. Ол 80 класс, оның ішінде бір ата-ана емес, бірнеше ата-ана. Барлығы оқып, және оқыған кітаптарын мектепке тапсырып, акция сыйлық қылып, бір жақсы дүние болды. Жарыс оқып, бірінші сыныптарға ертегі қарапайым ғана Алдар Көсе, оның тапқырлығы, шешендігі, осылай әрбір жаңа жас ерекшеліктерге қарай балалар бір қызығып оқыды десек деп жатыр. Бұл жерде балаларды жарыстыра білу керек. Ата-аналарды да. Қазақ намысшыл халық, сол намысқа тырысып, және өзімді сол біздер мектеп әкімшілігі болып, мектеп басшысының өзінің тапсырмасымен әрбір орынбасар жаңа бір аптаның ішінде
10 кітапты оқып презентация жасау керек деген. Сол арада біз Мәссаған, өзімізді кітап көп емес. иә оқи алмасақ та бастап аннотациясын оқысақ та тағы да ізденсек те сол бір өзіміз үлгі көрсету керек болды. Сол ретте біздер оқыдық, YouTube каналдарда әлі де жүр. Мен өзім сол қуанам. Негізі жаңағы қай-қайсына да сынып жетекші ата-анасына, оқушысына талап қоя білсе, мектеп басшылығы мұғалімдерге талап қоя білсе, сол талап біздер сол орындасақ нәтижесі болады деп Иә, ойлаймын. оқушыға айтпай тұрып алдымен өзің оқу Өзіміз керек. оқу керекпіз. Иә, Өзіміз өзіміз бірінші оқып. үлгі көрсету керекпіз. Иә. Өте жақсы. Қызық тәжірибе екен. Енді қазіргі осы Қонаев қаласына келдіңіз, орта мектеп гимназиясын істеп жатырсыз. Сол жаңа Ақтөбе қаласында болған жаңағы керемет тәжірибеңіз осы жерде іске асыратын ойыңыз бар ма? Әрине бар. Мен өзім оқу жылы басталып кеткеннен кейін келдім. Жақсы жобаларым бар. Бірақ мен бір жобаны қайталап негізі өткізгенді, қолданғанды өзіме қанағат тұтпаймын. Сол себепті әлі де жетілдіру үстіндемін. Осы жердің табиғатына, менталитетіне сай ерекшеліктерін ескере отырып, алдағы уақытта келесі оқу жылында немесе келесі жартылықта бір жақсы жобалар ұсынып қалармын. Жаңағы енді ата-анаға кітап оқыттық дедіңіз, ата-аналар комитетіне сондай бір қызық шаралар өткіздік дедіңіз. Жалпы осы ата-ана, оқушы, мектеп деген үштік бар ғой. Осы ата-ана мен мектепті тығыз байланыстыру үшін не істеуге болады? Мысалы, ата-аналар жиналысына келмейтін ата-аналар бар, ұлдардың әкелері келмей жатады деген сияқты. Соларды мектепке келіп, сынып жетекші хабарласпай ақ өзі хабарласып, мен балам сабағы не болып жатыр деп 90-ның соңында жаңағы звондап, не болып жатыр, мынау 3 болып қалыпты, мына сабақ 4 болып қалыпты демейтіндей, кәдімгі аптаның қақ ортасында сабақ қызып жатқан кезде келетіндей не істеуге болады? Мысалы, сіздерде ондай болды ма тәжірибеңізде? Негізі айта кету керек, осы ретте қазіргі ата-аналар 90-шы жылдардан бері қарай ата-аналар көпшілігі. Сол себепті жастар дейсіз ғой? Иә, жастар. Кезінде біздің ата-аналарымыз, әкешілеріміз айтатын еді, өзімізді көрдік. Бізде ұстаз дегеннің мәртебесі биік болатын. Ол кезде ешқандай заң болған жоқ. Менің түсінігімде де сондай. Осы күнгі ата-аналар мектепке, ұстазға көп кінә артып, арыз, шағым деген сияқтылар өте көп. Бірақ біз соны ұмытып кеттік. Жаңа айтады ғой біздің ата-бабаларымыз. Бір әріп үйреткенге 40 жыл тағзым ет дейді. Сол ата-аналар өздері үйінде уақыт таба алмайды балаларына қарайтын. Бірақ қазір біз қанша сылтауратып, сылтау іздеп, тұрмыс, жұмыс, стресстік жағдай көп болды дегенмен, балаға ең бірінші тәрбие беретін ол отбасы. Ал мектеп ол өзі атау айтып тұрғандай білім беру мекемесі, ұйымы. Енді осы ретте біздің әсіресе сынып жетекшілерімізге ескерткіш қою керек. Қазір мысалы кей ата-аналардың функциясын біздің сынып жетекшілеріміз атқарып жүр. Баланың көңіл күйіне қарайды. Жақсы сынып жетекшілерді айтуға болады. Бірақ қарап отырсаңыз, сол сынып жетекшілер жалақыға қарап отқан жоқ. Алатын мысалы жалақысы олардың 8-9 мың. Сынып жетекшілік үшін сынып жетекшілік үшін сол баланың тәрбиесін береді. Ол бала тәрбиесі деген бұл аптасына бір болатын тәрбие сағатында емес. Олардың сол 40 минут, 45 минут тәрбие сағатынан тыс үнемі онлайн, офлайн, WhatsApp-тан тікелей баланың хал жағдайы келмей қалды ма, әрбір мұғалімнің байланысы, бұл қыруар жұмыс. Мысалы, алдағы уақытта осы сынып жетекшілердің әлі де үмітім бар, еңбегі басқаша бағаланса екен деген. Енді ата-аналарды, өзімді мен ата-анамын, өтірік емес, жаңа айтады ғой, халықтың арасында бір әзіл жүр екен. Ең ішінде жаңағы милиционер мен мұғалімдердің баласы тәртіпсіз болады екен дейді. Өйткені олар елдің баласын тәрбиелейді, өз баласына тәрбиелеуге уақыт жоқ дейді. Енді өзім сондай ата-аналардың қатарынан болып қалмайыншы деп тырысам. Мысалы, біздің енді конституциямызда жазылған ғой, Қазақстан бір құқықтық мемлекет деп. Бірақ сол құқықтық мемлекет болғанмен біздің ата-аналарымыз өзі бала алдындағы өздерінің жауапкершілігін білмей де жататындар бар. Бір жағынан қазір біздер тек құр жаңағы енді бәрі демей ақ қояйын, арасында ішінара, бірақ қазақтың өзі бір сөзі ғой, бір құмалақ бір қарын майды шірітеді дейді.
ішінара сондай ата аналарымыз көрініп қалған кезде бәріне жаппай көрініс беріп сипаттап береді да. Енді ата ана бірінші жаңа ел аузында жүрген айтады ғой, фундамент іргетасы дейміз ба, сол іргетасын берік қылып қалау, ол отбасында мектепке дейінгі тәрбие жақсы болу керек. Ал ол іргетасы дұрыс болмайынша біз оның үстіне мұнара салуды талап ету ұстаздан, ол екі талай дүние. Сол себепті де енді бұл жерде мектептің рөлі зор, тек қана оқушыны тәрбиелеп отырған жоқ, арасында ата аналарды сабырға шақырып, басу айтып, ақыл кеңесін беріп, жұбататын жерін жұбатып, психология қолдау жасап, бір ерен еңбекті атқарып отыр. Бұның бәрі көзге көрінбейтін дүние. Мұғалімнің жаңағы сахнадан тыс жұмыстары, сол себепті осы жұмыстарды кейбір кезде ойлаймын, ата ана сол көріп біле ме екен, жеткізу керек шығар. Мұғалімнің бір күні деген бір жаңа қызықты бір деректі бізде фильмдер, видео контенттер түсірілсе екен деп ойлаймын. Шынымен жаңа айттыңыз ғой, сынып жетекшілер енді олардың сол сынып жетекшілік үшін алатын айлық жалақысы да көп емес, 8-9 мың теңге. Көріп жүрміз, қазір күн суытқалы бері де мысалы байқаймыз ғой, төменгі сыныптың оқушылары біреу бас киімін жоғалтады, біреу жаңағыдай шарфысын жоғалтып алады, таппай адастырып жатады. Сол кезде мысалы өзінің үйінде жолдасы бар, өзінің бала шағасы аш қой, енді күтіп отырады ғой, мамам қашан тамақ береді деп. Соның өзінде жүріп, жаңағы баланың бас киімі табылғанша, мектепте қараңғы болғанша жүріп, іздеп беріп жатады. Соның өзі негізі енді елдің баласы деп, бөтен бала деп қарамай, оның өзі еңбек деп ойлаймыз. Иә, әрине, дұрыс, келісемін. Ұстаздық жолда, оның ішінде тәрбие саласы деген бір қиын жол ғой негізі. Сол директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары болып жүргенде басыңыздан өткен бір түрлі оқиғалар болады ғой, соның бір ең қиыны сізге бір стресстік жағдай тудырған дейміз ба, сондай оқиға болды ма? Болды ғой, енді соның қайсысы сізде? Айтып берсеңіз. Енді осы жаңа 3 ауысымдық мектеп, 4000 баласы бар мектепте жүрген Ақтөбедегі мектебінде. Ақтөбе деген тәжірибемде, сол кезде жаңа намысқа тырысатынмын. Қалада 87 мектеп болатын, сол рейтингісі тәрбиесінен жаңа мектеп қалалық есепте тұрған бала болмаса екен, суицид жасап қоятындай жағдай болмаса екен, тағы да басқа жағдайлар болмаса екен деп, соңғы жалпы өзім келгеннен бастап 3-2 орыннан бастап 1 орынды сақтап жүрдім қала мектептерінде. Енді осы оқу жылында біздің тұратын жаңа ауданда Нұрақтөбе деп аталады. Бүкіл қазақстандықтарды дүрліктірген, енді жүрегім ауырады, есіме алсам, иттер, қаңғыбас иттер көбейіп кетіп, сол Қонаев атындағы мектептің 6 сынып бітірген баласын иттер талап дүниеден озды. Сол кезде біздің жаңа мектебімізде ең алғашқы бұл жазатайым қайғылы оқиға балалар арасында өте қатты әсер етті. Сол кезде бәріміз бұл каникул уақыты, бірақ сол кезде лагерьді да жүргізіп жүрдік. Енді бір орны толмас айдың аманда, өркениет заманда өмір сүріп жатқанда, сол иттердің қолынан қаза тапқаны өте өкінішті жағдай болды. Әрине бұл жерде мектеп, ұстаз андай бір кінәсі емес. Ешкімнің кінәсі емес. Кінәсі емес. Баланың да кінәсі емес. Баланың да кінәсі емес. Бірақ осындай кезде жаңағы өте бір қайғылы жағдай. Оның алдында да біздерге ескерту болып, бір оқушымызда осылай ит талап 27 жеріне шов салғанда да, бұл біздің қоғамымызға ескерту де болмады. Енді осындай жалпы қайғылы оқиғалар болмаса екен, негізінде есіме түсіріп жеріңіз, енді сол оқиға ғана есімде қатты қалды негізі. Өте енді қайғылы жағдай болған екен, оны барлығымыз естідік, теледидардан, интернеттен көрдік. Енді сондай бір жазатайым оқиғалар болады. Мысалы, жаздың күні каникул уақытында болсын, тіпті үйінде отырып, әке-шешесінің қасында отырып, бала бірдеңе бүлдірсе, сондай бір оқыс оқиға тап болатын болса, мектепті кінәлап жатады. Мектеп директор, орынбасарлар, қала берді сынып жетекшісіне кінәлі болып қалатын жағдайлар көп кездеседі, өзіңіз де білетін шығарсыз. Сіздерде ондай болған жоқ па? Кінәламады ма ешкімді айтады? Жоқ, бұл жерде кінәлі емес, жалпы ол баланың мінездемесін, қандай ортамен жүрді, сынып жетекшісі, жаңағы сыныптастары,
осындай жауаптар алынады. Кінәлі деп танымайды, әрине, бірақ байланысын іздейді. Сынып жетекшісінен бала қандай болды деп мінездемесін сұрайды, ортасынан, сыныптастарынан, мектеп әкімшілігінен жауап алады. Бірақ бізде сондай бір түсінік бар да, түсініктеме жазды десе, ол кінәлі адам жазады деген. Бірақ түсініктеме деген ол түсінік беру. Сол күні мысалы сыныптастары жазады, сол күні қайда болды, көрді ма, көрмеді ма деген сияқты. Біз айдаладан атынан шошимыз. Және біздің өзіміздің қазақ десе бәрімізге тиеді ғой. Бірақ 30 тістен шыққан сөз 30 рул елге тарайды дейді. Бір көріп қалса түсініктеме алды деген ары қарай ол жаңағы қайта шақыртып мазасын алды дегенге дейін біз өзіміз әсірелеп айтатынымыз бар. Бірақ ешқандай кінәсі жоқ. Мектептің оны белгілі жағдай, және мүмкін болған шығар басқа жерлерде, басқа тараптарда, өңірлерде. Бірақ қуанатын жағдай қазіргі таңда педагог мәртебесі жаңағы бір өз күшіне кәдімгідей еніп, қазіргі осы оқу жылынан бастап 6-шы күні мұғалімдер демалатын қылып, ешқандай мектепке шақырмайтын қылып, бір жақсы дүниелер мұғалімдер үшін жасалып, жақсы бір үрдістер келе жатыр, қуанып жатыр. Сол себепті қазіргі таңда ешқандай бір заң, құқық қорғау органдарында мұғалімді да артық өйтіп мазаламайды деп ойлаймын. Педагог мәртебесі деп қалдыңыз ғой. Сол педагог мәртебесі туралы заң қабылданды. Толықтай қаншалықты жүзеге асып жатыр ол? Сіздің көзіңізше сақталып жатыр ма педагогтың мәртебесін біздің мемлекет, біздің кәсіподақ қорғай алып көтеріп жатыр ма? Заңды шығарушы үкімет болғанмен, оның орындалуы қарапайым сол ұжым арасында. Сол себепті біздер әрине мүмкін сенбілікке шыққандарды педагог мәртебесі бұзылып жатыр деп ойлайтын шығармыз. Бірақ сенбілікке шығып, мұғалім өзі 1 сағат қолына күрегін, сыпыртқысын алып, үлгі көрсетіп, ауласын тазартса, мектептің ауласын, одан ештеңе болмайды. Ол қоғамдық жұмыс деп ойлаймын. Әрине, бірақ әрбір мекеменің өзінің ұжымдық шартында осыны қосып қойса, қоғамдық жұмыстарға тартылуы мүмкін деген сияқты. Болуы мүмкін, қатысуын мұғалімнен жаңағы сұралады, еркінде деп қалдырса, бірақ қарсы адамды ешкім мәжбүрлемеу керек. Сол себепті мұғалім тек қана сағатын беріп кету дегеннен, одан бір жақсы ұстаз деген жаңағы келбетті көре алмаймыз. Мұғалім қоғамда болып жатқан барлық құбылыстарға бей-жай қарамай, өзінің үнін қосып, әрине бала тәрбиесіне дұрыс, оң ықпал ететіндей іс-әрекет жасау керек деп ойлаймын. Мүмкін ол балаларын жаңағы жақсы бір айтыскерге бірге алып баратын шығар, демалыс күні. Бұл жақсы үрдіс. Сұхбат басталғалы бері айтып жатқан әңгімеңіздің барлығы енді өзіңіздің еңбек тәжірибеңізге, жаңағы ұстаздыққа, тәрбие саласына байланысты болып жатыр. Енді одан бөлек сіз өзіңіз де ата-анасыз, бала тәрбиелеп отырсыз. Оқушыларға беретін тәрбиеден бөлек, ата-аналарға, ата-ана ретінде бала тәрбиесінде қандай кеңес айтар едіңіз? Енді жас ұлғайған, бір өмірді көп көрген, бір ата-ана емеспін, бір балаларды аяқтандырған деген сияқты. Бірақ енді қазіргі заманның талаптарын ескере отырып, сол өзіміздің бұрынғы ғұлама Абай атамыздың қара сөздеріндегі даналықтың барлығы жатыр. Соның бір қара сөзіне мысал келтірейін. Бала үш ортадан тәрбие алады дейді. Біріншісі ата-анасынан, екіншісі ұстазынан, үшіншісі қасында жүрген достарынан, ортасынан дейді. Осы үшеуінің қайсысын жақсы көреді, бала содан көбірек тәрбие алады дейді. Осы ретте көп ата-аналар балаларының қараусыз қалғанын жаңағы бір мойындап, қапаланып жатады. Сол себепті қазір айтар едім, баланы ол тәрбиелейтін, баланы емес, тіпті үлкен адамды да тәрбиелейтін ортасы. Сол ата-аналарға ұсынар едім, жүрген ортасына мән беріп, сол жақсы достармен, жаңағы көңілді жүретін, білімді, ізденімпаз,
табыскер, осындай бір ортамен жүргізуді. Бұл ортамен жүргізгенде мысалы бала мектепке келді, бір баламен дос болды, бірге ойнайды. Мүмкін ол көрші шығар, мүмкін мектепке барып қайтатын жолы бір шығар, екеуінің бір ойнайтын ойындары, сүйікті сабақтары бір болып қалды, бірақ екі баланың қалай айтамыз енді, несі ұстанымы әртүрлі. Біреуі бұзық бала, біреуі оқуға жақын деген сияқты, бірақ екеуі дос болып қалды, оны қайтып айырады. Сен анымен дос болма, болды, басқа мына баламен дос боласың деп әкеп қоя салғанмен ол жарайды деп кете бермейді ғой. Достарды негізі адам қалай дос болады? Ортақ қызығушылығы болса. Ол біреу оқысын, біреу оқымасын, ол екеуінің бір ортақ қызығушылығы болып тұр. Сол себепті жалпы айтады ғой, балаға жастайынан қазіргі тілмен айтқанда капиталды құю керек, бос уақытын тиімді қамту керек деп, қазір капитал құйсаң, ертең әйтеуір ол балаға өмір бойы көбектеп, көмектесіп, әлпештеп жүрмейсіз. Қазір бір бойына, бір спортты, немесе өнерді, бір білімді жақсылап құйып берсеңіз, ертең өзіңіздің де зейнетіңіз болады. Сол себепті бұл жерде қызығушылық, мүмкін ол оқымаса да жақсы спортсмен шығар, екеуі бір секцияға баратын шығар. Осыған мән беру керек деп айтқым келеді ортасына. Қазір шетелдік коуч, тренерден көбейіп кетті ғой, сол кезде де айтады ғой. 4 достың 3-еуі миллионер болып, біреуі кедей болса, 4-шісі де миллионер болады дейді. Сонда бұл не деген білдіреді? Қасында жүрген 3 достың, олар ақша бермейді, бірақ ықпалы қасында жүрген әлсіз адам әсер етеді, орта әсер етеді. Орыстың да бір әдемі сөз бар ғой, енді мені орысша айтты деп айыптамас, бірақ дружите с сильными, будет трудно, но вы будете расти дейді. Яғни біз жақсы ортада жүруге қазіргі жастар ақылды осыған ұмтылады. Тіпті осы кезде бір заманауи термин шықты, нетворкинг деген. Яғни қазіргі адамдар белгілі бір өзінің бір саласы бойынша табысқа жетем десе, аптасына 1 рет болса да, сол табысты адамдармен, қоғамға пайдалы, айтар сөзі пайдалы, менің аларым бар деген адамдармен жүздесіп, сұхбаттасып қалу керек дейді. Соның өзі әсер етеді дейді. Осы ретте енді мен келгесін айтып жатайын, ата-аналарға тағы бір ойдан ой туып жатыр ғой. Ұсынысым бар. Жалпы біз қазақша ырымшыл халықпыз. Айтады ғой, сынықтан басқасын бәрі жұғады, немесе жұғысты болсын деп айтып жатады. Осы жерде кітап оқытқан кезде балаларға біздің өзімізде батырлар көп, ақын жазушылар көп, жалпы ғұламалар, данышпандар, осылардың өмірбаяны, ғұмырнамасы туралы кітаптарды оқыса екен дейміз. Қарапайым ғана мысал өмірде бір қаншама біздің кішкентай ғана бүлдіршіндеріміз Спайдермен, Халкты көріп, еліктеп, солар болам деп талпынды. Ал соларды біз қызықтырып өмірбаяндарын, Қаныш кішкентайында қандай болды, Сәтбаев қандай болды, ол қалай өмірінде ғұлама ақын болды деп оқыса, сол кітапты оқыған кезде ол кино, көрген кино, 2-3 сағаттық көрген кино, ол 2-3 күнге ғана жететін уәждеме мотивация алады. Ал кітапты оқысаң, ол сенің санаңда мәңгілік жатталады, ол ұзақ жылдар бойы саған әсер етеді. Сол біз мықты адамдардың қасиеттері беріледі деп ойлаймын. Осы ретте мықты баламыз жақсы, мықты, Ахмет Байтұрсынұлы айтады ғой, біз мықты ел болу үшін білімді және бай болу керекпіз деп. Сол себепті сол білімді, мықты, күшті, бай болу үшін біздер сондай өзіміздің тарихымыздағы мықты адамдар туралы білуіміз керек. Өзіңіздің ойыңызша, жас педагогтарға, жалпы жаңадан осы педагогикалық жолды, ұстаздық жолды жаңадан бастап жатқан жас мамандар, оқушы, алдында отырған оқушының, ол тіпті сынып жетекші болсын, пән мұғалімі болсын, сол оқушының кумиріне айналу үшін, сол оқушы мұғалімді кумирің кім, кімді үлгі тұтасың деген кезде өзінің мұғалімнің атын атау үшін қандай еңбек етіп, қалай терту керек, қалай ұстау керек өзін жалпы? Енді қазіргі жас ұстаздар, енді біріншіден ізденімпаз, және айтады ғой, Абай атамыз, жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны ойла дейді, бала жанына үңілу керекпіз. Оның жан дүниесі қандай? Әрбір бала біздің алдымызда отырған ол сыр сандық. Іші соның жұмбағын шеше білген адам креативтілігімен,
қазір жақсы бір сөз шықты ғой, тренд деген, трендтегі заманауи баланың қазіргі балалар неге қызығады, сол толқынмен мұғалімде жүре біліп, қызықтыра біліп, және осы ретте өзінің жаңағы білім беру жағындағы қызметін дамытпай бәрін ұштастыра, былайша айтқанда әмбебап әртіс, ол тек қана бір пәннің мұғалімі емес, әмбебап маман болу керек. Осы ретте ізденімпаздылық, креативтілік және жауапкершілік, осы үш қасиетті мен атап өтер едім. Қазір енді мына заман күн емес, сағат сайын дамып жатыр, неше түрлі нәрселер шығып жатыр, жаңалықтар ашылып жатыр. Оқушылар ол жаңалық енді мұғалімнің де қолында бар телефон, оқушының да қолында бар, интернеттен бәрі бірдей біліп отыр, бірдей қабылдап отыр. Таңғалдыру қиын ғой негізі. Иә? Соны қалай таңғалдырамыз? Жоқ, біз таңғалдырамыз деп шоуға ұмтылмауымыз керек. Қазіргі адамға жетіспейтіні мәміле дейді ғой. Шынайы ықылас, кәдімгідей шынайылық, сөйлесіп, мән беріп, шынымен бүгін жағдайың қалай? Ұстаз баладан, үйде ата-анасы, бүгін қандай қызықты оқиға болды деген бір бас қосып сөйлесудің өзі біраз дүниені жаңағы қай заманда болса да бұл өміршең бір үрдіс деп ойлаймын. Там шынайы хал жағдайын білу, сөйлесу, сырласу деп ойлаймын. Мен енді сөйтіп ойлаймын шынымен. Ақтөбеден келгеніңізге өкінесіз ба, жоқ па? Жоқ. Астана ма, Нұр-Сұлтан ба? Астана. Білім ба, тәрбие ма? Тәрбие. Қағаз кітап па, электронды кітап па? Қағаз кітап. Айфон ба, Samsung ба? Айфон. Тойота ма, Мерседес ба? Тойота. Ақтөбе ма, Қонаев па? Ақтөбе. Төреғали ма, Қайрат Нұртас па? Қайрат Нұртас. Жаз ба, қыс па? Жаз. Отбасы ма, карьера ма? Отбасы. Орынбасар ма, әлде пән мұғалімі? Орынбасар. Директор болғыңыз келмей ме? Білмеймін. Ұсыныс жасап жатсыз. Ұсыныс жасалды негізі. Осы жаққа келер кезде бас тарттым. Білім бөлім басқару, директор болу деген сияқты ары қарай. Бір уақыттар қызыққанмын. Қазір? Соңғы жылы осы отбасы құндылығын жоғары қойып, бірге болғым келіп, бас тартып, жер аударып, қоныс аударып, басқаша тәжірибе жинақтап көрейін деп. Мұғалім болмасаңыз кім болатын едіңіз? Басқа қандай салада елестетесіз? Мұғалім емес, мүлдем білім саласына қатысы жоқ. Мұғалім болмасам? Әлде бала кезде мен мұғалім боламын, осындай қазақ тілі мәдениет тәрбие орынбасары боламын деп сөйтіп армандап соған жетіп алдыңыз ба? Сұрағыңыз жақсы екен негізі. Адам жалпы айтқанда оңайырақ екен да, бірақ өзіне айтқан кезде тосылады екен. Бала кезімде негізі мен жаңағы сот болуды, одан кейін аудармашы, шығыстанушы болуды армандаппын. Бірақ осы салаға келіп қалған кезінде бір ұстаздармен кездескен кезде айтады: Мейрамгүл, сен о бастан мектептегі жүріс тұрысың, қалыбың, сыныпта оқушыларды ұстауың, соның бәрі сенің қазіргі таңдағы тәрбие орынбасарының болмысына келеді екен дейді да. Сен бала кезде тәртіпті қарапсың. Мектеп кезінен басталған болып тұр ғой. Бірақ мен өзім ешқашан мұғалім болуды армандамаппын. Мектеп саласында жүрем деп те ойламаппын. Сол себепті қазір ойлаймын, мұғалім болмасам, шынымен өзімді сұрақ қойып, мен негізі іздену үстіндемін. Мүмкін, бірақ маған осындай бір көпшіліктің алдында сөйлеген, жақсы тақырыптар болса, солай ұнайды, ойыммен бөліскен, пікір алысқан. Негізі ойланатын сұрақ екен. Жалпы өкінбейсіз ғой мұғалім болып жүргеніңізге, балалармен, оқушылармен? Мұғалім болғаныма еш өкінбеймін. Bir жағынан бұл менің балаларымның өз балаларының алдында ол абыройлы мамандық деп ойлаймын. Таза мамандық, қоғамның алдындағы ең таза мамандық осы мұғалім деп ойлаймын.
Рахмет. Көп рахмет бүгін келіп өзіңіздің пікіріңізбен, ойыңызбен, жалпы өмірлік тәжірибеңізбен бөліскеніңізге. Құрметті көрермендер, барлығыңыз естігендей, Мейрамгүл ханым өзінің оқып жатқан Кемел адам кітабын сіздерге сыйлайды. Тек қана бір ғана көрерменге. Ол кітапқа ие болу үшін сіз осы әңгіме барысында, сұхбат барысында өзіңізге ұнаған, маған мына пікір ұнады, осы пікірді өмірде қолданам, тәжірибеге асыруға, жүзеге асыруға болады екен деген бір керемет жерін алып комментарийға жазасыздар. Мейрамгүл ханым өзі таңдайды кімге беретінін. Сол үздік комментарий иесіне Кемел адам кітабын сыйға тартатын боламыз. Уақыт желтоқсан айының соңына дейін болады. Жақсы. Жақсы, рахмет көп. Рахмет, сізге де рахмет. Сау болыңыз. Сау.